Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ Сабитовна, гинеколог дәрігер. Бүгін біз өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Гормондарға зиянды 5 зиянды әдет. Көп әйел гормон бұзылысымен дәрігерге келеді. Етеккір тұрақсыз, салмақ артып жатыр, шаш түсіп жатыр, безеу шықты, шаш шағыштық. Бірақ дәрі ішпей тұрып мен бірінші сұрайтын нәрсе, өмір салтымыз қандай? Себебі жиі дәрі емес, өмір салтын өзгерту жеткілікті. Бүгін мен сізге гормондарыңызды бүгіннен бастап бұзып жатқан 5 зиянды әдет туралы айтамын. Нақты, ғылыммен дәлелденген. Дайынсыз ба? Бастайық. Бірінші зиянды әдет – ұйқыны қысқарту. Бұл гормондарға ең зиянды әдет, ең бірінші. Себебі барлық негізгі гормондар ұйқы кезінде бөлінеді немесе реттеледі. Не болады? Ұйқы жетіспесе, кортизол бөлінеді. Кортизол – стресс гормоны. Ол эстроген, прогестерон, тестостерон барлығын басады. Сонымен қатар ұйқы жетіспесе, инсулин сезімталдығы нашарлайды. Инсулин резистенттілігі дамиды, салмақ артады, цикл бұзылады, СПКЯ қаупі артады. Тағы бір маңыздысы, ұйқы жетіспесе, лептин азаяды, грилин артады. Лептин тоқтық гормоны, грилин аштық гормоны. Яғни аз ұйықтасаңыз, көп жейсіздер, салмақ артады, гормондар одан да бұзылады. Зерттеулер бойынша 6 сағаттан аз ұйықтайтын әйелдерде гормон бұзылыстары, етеккір тұрақсыздығы, фертильділік мәселелері жиі кездеседі. Бір апта аз ұйықтаса, тестостерон 15%-ға төмендейді. Не істеу керек? 7-8 сағат ұйқы міндет емес, гормональды денсаулықтың негізі. Кешке бірдей уақытта ұйықтаңыздар, таңертең бірдей уақытта тұрыңыздар. Телефонды жатар алдында 1 сағат бұрын қойыңыздар. Жатын бөлме толық қараңғы болсын. Осы ғана гормондарымызды айтарлықтай жақсартуы мүмкін. Екінші зиянды әдет – қантты және өңделген тағамдарды тым көп жеу. Бұл гормондарға екінші үлкен зиян. Неліктен? Қант жесеңіздер, қантымыз күрт көтеріледі. Ұйқы безі инсулин бөледі. Инсулин деңгейі жиі жоғары болса, жасушалар инсулинге сезімталдығын жоғалтады. Инсулин резистенттілігі дамиды. Бұл СПКЯ-ның негізгі механизмі. Тестостерон артады. Овуляция болмайды, цикл бұзылады. Сонымен қатар қант қабынуды тудырады. Созылмалы қабыну эстроген метаболизмін бұзады. Эндометриоз, миома қаупін арттырады. Тағы бір маңызды нәрсе – қант ішекті бұзады. Ішек микробиомасы эстрогенді реттейді. Ішек нашар жұмыс жасаса, эстроген дұрыс алмастырылмайды. Артық эстроген қанда қалады. Гиперэстрогенизм дамиды. Не істеу керек? Қантты азайтыңыздар. Бірден тастаудың қажеті жоқ. Ішетін тәттіңізді жартысына азайтыңыздар. Ақ нанды, тұтас дәнді нанға ауыстырыңыздар. Газды сусындарды тастаңыздар. Жеміс жесеңіздер, бірақ шамамен. Тәтті орнына жаңғақ, авокадо, жұмыртқа. Үшінші зиянды әдет – созылмалы стресс кезінде ештеңе жасамау. Бір күнгі стресс зиянсыз, бірақ апталар, айлар бойы жинақталған стресс гормондарды толықтай бұзады. Неліктен? Созылмалы стресс кезінде кортизол деңгейі үнемі жоғары тұрады. Кортизол жоғары болса не болады? Прогестерон азаяды. Кортизол прогестероннан жасалады. Прогестерон аз болса, ПМС күшейеді, жүктілік болмайды, цикл бұзылады. Эстроген прогестерон тепе-теңдігі бұзылады. Тиреоид безінің жұмысы нашарлайды. Т4 гормоны Т3-ге айналмайды. Гипотиреоз белгілері дамыды, шаш шағыштық, салмақ артуы, шаш түсуі. Сонымен қатар кортизол жоғары болса, ұйқы бұзылады. Ұйқы бұзылса, гормондар одан да нашарлайды. Шеңбер жасалды. Не істеу керек? Стрессті басқару керек. Жоюдың мүмкіндігі жоқ, бірақ әсерін азайтуға болады. Күн сайын кем дегенде 10 минут өзіміз үшін. Терең тыныс алу, жаяу жүру, табиғатта болу, күнделік жазу, намаз, хобби, достармен сөйлесу. Бұлардың барлығы кортизолды азайтады. Гормондар реттеледі. Ең маңыздысы, стресс созылмалы болса, жалғыз жүрмеңіздер. Психологқа барыңыздар. Бұл гормональды денсаулықты сақтайды. Төртінші, зиянды әдет – эндокринді бұзушылармен жанасу. Бұл туралы өте аз адам біледі, бірақ өте маңызды. Эндокринді бұзушылар – бұл химиялық заттар. Олар организмдегі гормондарды еліктіреді немесе блоктайды. Дененің гормональды жүйесін бұзады. Олар қайда болады? Бірінші, пластик ыдыстар. Пластик бутылкалар, контейнерлер, ішіндегі
БФА, бисфенол А, эстрогенге ұқсас әсесер тудырады. Пластик ыдыста қайнаған немесе қыздырылған тағам, бұзушылар тамаққа өтеді. Стакандағы ыстық кофе пластик қақпақ арқылы зиянды. Не істеу керек? Шыны немесе темір ыдыс. Бутылкаға орнына шыны ыдыс. Пластикте қыздырмаңыздар. Екінші, пестицидтер. Бүрку арқылы өсірілген жемістер мен көкөністер. Пестицидтер эстрогенді еліктіреді, гормон балансын бұзады. Не істеу керек? Жемістерді мұқият жуыңыздар. Мүмкін болса, органикалық өнімдер. Үшінші, парабендер мен фталаттар. Косметика, шампунь, крем, дезодоранттардың ішінде терден сінеді, гормондарды бұзады. Зерттеулерде эндометриоз, СПКЯ, фертильділік мәселелерімен байланысты табылған. Не істеу керек? Парабенсіз косметика таңдаңыздар. Этикеткада парабен фри деп жазылғаны қараңыздар. Төртінші, жасанды хош иістер. Парфюм, хош иісті шырындар, хош иісті шамдар, фталаттар бар. Гормондарға зиянды. Не істеу керек? Табиғи хош иіс, эфир майлары. Бесінші, зиянды әдет. Алкоголь тым жиі ішу. Бұл туралы ашық айтайын. Алкоголь гормондарды бірнеше жолмен бұзады. Бірінші, эстроген метаболизмін бұзады. Алкоголь бауырда адырайды. Бауыр алкоголь ыдыратуға кеткенде эстроген метаболизмін кейінге қалдырады. Эстроген қанда жиналады. Гиперэстрогенизм дамыды. Сүт безі рағы, эндометриоз, миома қаупі артады. Екінші, пролактинді арттырады. Алкоголь пролактин деңгейін жоғарылатады. Пролактин овуляцияны тоқтатады. Цикл бұзылады. Үшінші, кортизолды арттырады. Алкоголь ішкеннен кейін кортизол деңгейі жоғарылайды. Жоғарыда айттым, кортизол гормондарды бұзады. Зерттеулер бойынша аптасына 3 рет немесе одан жиі алкоголь ішетін әйелдерде гормон бұзылыстары, цикл тұрақсыздығы, фертильділік мәселелері жиі кездеседі. Сонымен қатар алкоголь В6, В12 витаминдерін, мырышты, магнийді жояды. Осы заттардың барлығы гормон өндірісіне қажет. Не істеу керек? Алкогольді тастаудың қажеті жоқ, бірақ азайтыңыздар. Аптасына 2 реттен аз. Мейрамда 1 стакан, ештеңе емес. Бірақ тұрақты, жиі ішу гормондарыңызды бұзады. Қорытынды айтайын. Гормондарға зиянды 5 зиянды әдет. Бірінші, ұйқыны қысқарту. Барлық гормондар ұйқыда реттеледі. 7-8 сағат міндет. Екінші, қантты және өңделген тағамдарды тым көп жеу. Инсулин резистенттілігі СПКЯ-ның бастамасы. Үшінші, созылмалы стресске назар аудармау. Кортизол барлық гормондарды басады. Төртінші, эндокринді бұзушылармен жанасу. Пластик, пестицид, парабен, жасанды хош иіс, күнделікті зиян. Бесінші, алкоголь тым жиі ішу. Эстроген жиналады, пролактин артады, кортизол өседі. Осы 5 әдетті өзгертіңіздер, гормондарыңыз жақсарады. Табиғи жолмен, дәрсіз. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар. Осы 5 әдеттің қайсысы сізде бар? Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Гормональды денсаулық туралы білу барлығына қажет. Келесі видеода гормондарды реттейтін 5 табиғи жол туралы айтамын. Сонда кездескенше, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сабитовна, қайта кездескенше.